1930 жылдың 15 тамызында оңтүстік Қазақстан облысы Отырар ауданы Шәуілдір ауылында ата-анасының зарыға күткен перзенті дүниеге келді. Әкесі Қалдаяқ, шын аты Әнапия. Ол туса Жәмшид патшаның атын қоям деп жүргенде түс көреді. Түсінде ұлының Айдын көлде аққу-құс болып жүзіп жүргенін көріп, жақсыға жориды. Созақтың той-думанының көркі де Қалдаяқ пен Сақып Жамал еді. Олар әуелетіп ән салғанда жиылған жұрт бірге қосылып, ортақ қуаныштың көрігін қыздыратын. Осы кезінде Шәді төренің ұстаханасы болған жерде Қалдаяқ ауыл шаруашылығына қажет құрал-саймандарды жасап, шеберлігімен ауылдастарының сый-құрметіне бөленген жан еді. Сөйтіп, ай күні жетіп, Сақып Жамал босанып, сәби жарық дүниеге келіп, есімін Жәмшид қояды. Бала анасының әлден тыңдамасы ұйықтамайды. Анасы Естайдың қорланын ыңылдап айтып отырып тербеткеннен бе, Шәмшінің өмір бойы сүйіп айтатын әні қорлан болыпты. Шәмші мектеп жасында әкесінің домбырасын ұстап, сырнайын тартып жүрді. Ауылға келген сыған жігітінен мандолина сатып алды. Бала кезінен әкесінің әперген патефоннан Күләш Байсейітованың жүрек толқытып, сезім тербейтін күміс дауысын тыңдап, жаны жадырады. Қолына мандолинасын алып, сол әуенге ілесті. Естіген сайын бойы балқыды. Сөйтіп, Латиф Хамидидің бұлбұл әнін мектеппен қоштасу кешінде мандолинамен орындап, ауылдастарының алдында мерейі өсті. Шәмші бірден өмір жолына түскен жоқ. Әуелі Қапыланбектегі зоотехникумда бітірсе, кейін Сахалиндегі әскери училищені, елге келген соң Ташкент қаласындағы Хамза Ниязи атындағы музыка училищесін, содан соң Қазақтың Құрманғазы атындағы консерваториясының композиторлар дайындайтын факультетінде оқыған. Әлде бір себептермен Шәмші диплом ала алмай қалғандықтан өмірінің соңына дейін әуесқой сазгерлер қатарына жүрді. Шәмші Қалдаяқов Ташкентте оқып жүрген кезінде ән сапарымен Жамал Омарова келеді. Шәмші ол кісіге арнайы жолығып, сүйікті апайына ән шығарып жүрген консерваторияға түскісі келетін айтады. Жақсыдан шарапат дегендей, Жамал апай болашақ композитордың үлкен өнер жолына түсуіне септігін тигізді. Бұл 1956 жылдың маусым айы еді. Кейін Шәмшінің қайықта алғашқы әнін Жамал орындады. Шәмшінің музыка мамандары вальстың королі деп те атаған. Ол кезде вальс ырғағымен жазылған әндер аз болса, өнердің осы түріне ерекше ден қойғанда Шәмші ағамыз еді. Енді осы жайлы композитордың алтын қорымызда сақталған естелігі бойынша сыр шертейік. Біздер жас кезімізде вальсті билейтін едік. Танго, фокстроттарды билейтін едік. Ташкентте оқып жүргенде мен Алматыға барып оқуға түссем, вальс мәселесін қатырып жазар едім, дейтінмін. Бұрын Латиф Хамидидің қазақ вальсын деген бір ғана вальсы бар еді. Қалған вальстерді мен жаздым ғой деймін, деді Шәмші Қалдаяқов. Шәмші іссапармен Қазақстанның әр облысында болып, халқымен қауышты. Жайыққа барғанда Ақерке Ақжайық, Сырға барса Сыр сұлуы, Арысқа барса Арыс жағасында, Жамбылға барса Мойынқұмда сынды тақырыптағы әндерді шығарған. Ал Шәкеңнің патриоттық әндерін қаншама. Осы жайлы Шәкеңнің өз кезінде: менің Қазақстаным ән 60 жылдардың басында жаздым. Қазақ жері өлке болып бөлініп жатқан. Бір жағы сол саясатты қолдағаным шығар деймін. Сол кезде 30-дар шамасында едім. Менің Қазақстанымды неге бөлесіңдер деген мағынада шығарған. Бұл менің отан сүйгіштік әндерінің ең алғашқысы. Астын сызып жазған әндерімнің бірі еді. Оны Жамал Омароваға үйретіп едім, тез үйреніп күнде радиодан айтып тұратын болды. Шәмші атақ даңқ қуып, есік тоздырмаған адам. Тумысынан қарапайымда қажырлы, аса еңбекқор. Жанды қай ауылға барса да құшақ жая қарсы алды. Одан асқан бақыт бар ма? Ол кісінің өз ұстазы Василий Великанов біздің Шәмші полифониялық көп дауысты әндердің шебері деуші еді. Оның Шынарым, Арыс жағасында, Ол жалғыз біз екеуміз әндері қос дауысқа арналып жазылған. Шәмші Тұманбай Молдағалиев, Мұзафар Әлімбаев, Нұтфолла Шәкенов, Қадыр Мырзалиев және Сабырхан Асанов сынды ақындармен бірге шығармашылық байланыста болды. Өмірінің соңғы кезінде біраз уақыт елде тұрды. Тұрмыс тауқыметін көрді.
Ол атақтылар қатарында дүниенің молшылығын көріп, зор құрметке ие бола алмады. Қайта қарапайым халықпен терезесі тең, қоян қолтық араласып, адами қасиетімен өмір сүрді. Шәкеңе атақ та тым кеш келді. Ол өмірінің соңғы айларында Қазақстанның халық артисі деген атаққа ие болды. Шәмші Қалдаяқовтың көптеген әндері Роза Бағланова, Ришат Абдуллин, Бибігүл Төлегенова, Рашид Мұсабаев, Зейнеп Қойшыбаева сынды әншілердің ән бағдарламасынан берік орын алды. Шәмші 1965 жылы Республика жастар сыйлығының лауреаты болды. 1991 жылы Шәмші Қалдаяқов жайлы «Жылдарым менің, жырларым менің» атты ғұмырнамалық деректі телефильм түсірілді. Артына музыкалық мол мұра қалдырған Шәмші Қалдаяқов 1992 жылы 29 ақпанда Алматы қаласында қайтыс болды. Егер де көзі тірі болар болса, Шәмші Қалдаяқов биыл 90 жасқа келер еді. Қолда бар алтынның қадірі жоқ, қолдан шығып кеткен соң өкіндім ай деп жыр жолында айтылғандай, алтынымызды дер кезінде тани алмай өткеннен соң аяулы болып, алтын сөзімізді қиып жататынымыз рас. Осындай қамшының қысқа сабындай өмірде Шәмші Қалдаяқов өзінің еліне өшпес мұра қалдырды. Және де Шәмші өлсе де аты мен оның шығармалары халқының мәңгі жадында қала бермек. Шәмші әндері келер ғасырға өзінің мәні мен әсерімен жетіп, жыл өткен сайын жаңғырта берері сөзсіз.